қазақтың баласының басына араша болып жатсыңдар сендер. Әскердегі шабытпен барған бала табытпен келеді. Белі қатаймай 13 жастан бастап жұмысқа шығады, 16 жастан бастап жұмысқа шығып, какой-то наркотикпен айналысатын бизнесмендердің құрбаны болып, 3000-ы түрмеде. Істерің бірдей болсын, жігіттер. Мен бірақ оны кешегі сендерді Серік екеуің түрлігіңді мен нормально қабылдаймын, потому что сендер жерепшілік істеген жоқсыңдар, сендер ұрлық істеген жоқсыңдар, сендер қазақты тонаған жоқсыңдар, қазақты атқан жоқсыңдар. Бұл қылмыс емес, бұл әрбір адамның қазақтың жетіміне, әр қазақтың жесіріне, одан қалса жеріңе, одан қалса суыңа, табиғатыңа, тіршілігіңе зұлымдық жасалынып жатыр. Осы Назарбаев пен Тоқаевтың сайқалдарының қолыменен. Соны көріп отырып үнсіз отырсыңдар, бәрің тозақта шірейсіңдер ертең. Жатқызған кезде отырды ғой, күні бойы прямой эфирде отырды, сөйледі, артымда қазақтар келген жоқ, жылады. Соның барлығын салыстырып қарайтын болсақ, сараптама жасайтын болсақ, бұл кісі уже түрмеге отыра алдында 15 күнге кетер кезде ол кісі жылап, босансынып емес, андай не деуші еді, ішінде бәрібір қорқақтық бір не болды да, андай сезім бар да бұл кісіде. Енді ол кісі отырып келгеннен кейін, қазір отырған сөзіне бәріне байқап қарасаңыздар, ол кісі уже басқаша сөйлеп отыр да, ешқандай жылауық та жоқ, не де жоқ. Бұл кісі содан кейін сіздерге қарсы шығып отыр. Бұл кісінің уже сіз қарап, внимательно тыңдап, іс әрекетіне қарап отырсаңыздар, даже көз қарасына бәріне внимательно қарасаңыздар, бұл кісі заказды орындап отыр. Бұл кісі кәдімгідей заказ берген бұл кісіге. Вот точку попала она. Заказды орындап отырған адам, өйткені көрініп тұр ол заказбен. Сонан кейін екінші, енді білмеймін, енді кеше мен Сандудың не шақырды, мен барған жоқпын, бірақ қасында тыңдап отырдым. Неге Санду өзгеріп кеткенін түсінбей қалдым да сол кезде. Білмеймін, неге Санду отырып айлоларға Айткүлді Иткүл бірәсе деп айтып отыр екен. Соны мен байқадым да, соны ойлаймын, Санду неге өзгеріп кетті деп, оның несін қарадым да қойдым. Бірақ оның сараптамасын әрі қарай мен істеймін. Енді Айткүл айтатыным, енді кезінде мен мынандай, енді мен митингке шыққан адам, бірақ андай әлеуметтік сұрақтар болды, сол кезде шықтық қой біз. Сонда мен айтатыным, жаңағы ішкі істер бар, жаңағы нелер барлық, құзырлы органдар барлықтар бар ғой, кәдімгідей бізге білінбейтін іс әрекеттер жасайды екен да. Бір моментте, жаңағы қарап отырыңыздар, бәрі бір моментте болып тұр. Жаңағы Айлоңыз бар, Зубайда бар, Руслан соның кейін шықты, жаңағы кім бар, Санду, барлықтары бір моментте, бір енді осы 2 аптаның ішінде болып тұрған жағдай ғой бәріні. 2 аптаның ішінде бәрі атакаға шығып кетті. Ол атакаға шығып кетуі, мен ол басынан өткен, ондай нәрселер менің алдым, тіпті не тоқа мен артынан жанында жүрген адамдар қарсы шыққан. Сонан кейін барып нелер МВД-ға қайта шақырып, маған сізге заявление түсті деп әдейі қорқытып, сондай іс-әрекеттер жасады да. Сондықтан бір ғой, бұлардың бір ғой әлі спектаклі сол баяғы екен да, баяғы спектакль сол ойнатып жатқан бір пластинка екен. Сондықтан кім, Айткүл, сіздерге мынау шығып атқан атакаға, наоборот, риза болу керек сіздерге. Неге дейсіздер ма? Мен мысалы, өзім сол кезде риза болдым.